Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін міне осындай керемет жерге келіп отырмыз. Бүгін аңшылық болмайды. Бүгін бізде аңшылармен көкке шығу. Біздің Жетісу облысының қалай айтса болады, ақсақалдар аңшылары ғой, общем. Арамызда үлкен кісілер өте көп, өте опытный аңшылар. Сол кісілермен бүгін отырыс жасап жатырмыз. Осындай көк су жаққа керемет жерге шығып, бүгін бізде, в общем, аңшылардың тойы. Видеоны қызықтап көріп, комментарийларыңызды жазып, таныстарына таратып жіберіңіздер. Далада жаңбыр жауып тұр. Мына жағында моншасы бар. Ар жағында дастархан, палатка қойып, дастархан жайып жатырмыз. 25 адамдай жиналдық. Өте керемет жер, ауасы керемет. Сән болып жатыр. Көңіл күй керемет, ауа райы керемет. В общем, біз бастаймыз енді. Осылай палатка қойып, осылай палатка тартып, астына дастархан жайып дайындық болып жатыр. Мына жағымызда судың бойы, мына жағымызда монша, сакский баня дейді ғой. Моншаға мұржасы от жағып жатыр. Моншаға түсіп, мына жерден баспалдақтан кіріп суға түсіп, қайттан шығады. Мына жақта Манарбек ағамыз бізде шашлык пісірейін деп отын дайындап жатыр. Қазір шашлык пісіреді. Оттың ең бастауы. Мына жақта қазан ошақ. Мына жағында лайфхак көрдіңіздер ме? Кімнің осындай демалыс орны бар. Гостиница бар екен. Көрдіңіздер ме? Ар жағынан есік ашып жатыр. Ішінде екі адамның жататын орны жасап қойған. Жаңбыр ештеңке кірмейді, көрдіңіздер ме? Мына жағында тағы біреу бар. О да осы сияқты. Ашып, ішінде жататын орны бар. Біреу уже сумкасын шығарып, заттарын шығарып, бөлмесін белгілеп қойыпты. Мырзабек ағамыз Алматыдан келді. Жан жақтан облыстан аңшыларымыз жиналып жатыр. Бұндай отырыс әлі болмаған бізде. Үлкен отырыстардың бірі. Тек қана аңшылыққа шығамыз ғой, қасқырға, шакалға. Ол кезде бәрі асығыс, тез. Аңшылық бүгін тек қана отырыс болады. Тек қана той-тойлатып, әңгіме айтып, шашлык сірне жеп, үйімізге қайтамыз. Міне сірне көкке шығып, ақтөбеліктерге сірне жасап жатырмыз. Серікқали ағамыздың сірнесі. Қанаңызды қандай керемет. Бастаймыз. В общем, мы здесь дежурный покупник. Ағаш бар қазақ кептіріп. Болатаға, сіз енді ана жастарға 74-тесіз. Қазір тілек айттыңыз, не болғанда? Су отырмыз. Анада лук қайда, лук, дайын лук қайда. Қалмақпен бір Бастаймыз ба? Күренбелдің үлкен тауы, Жетісудың бір өзені, Көксудың бойында Жетісу қансолар аңшы жігіттердің топты, аңшы топтың жігіттері қаймақтар жиналып жатыр мынерге. 11 мамыр 2026 жыл сағат 10. Аллаға шүкір, нұрда жауған жоқ, бәрі жақсы. Міне, үлкен ағалармен бас қосып бірінші рет танысып отырмыз бүгін. Мен өзім Тастыжөк ауылы Кербұлақ ауданынан келдім. Надайын салып жүрміз. Текетін салып қылай.
Операторымыз обедке дейін ұйықтайды екен. Қайсы? Ұйықтап қалдым дейді. Азамат қайда, Азамат? Түнімен Әрең оятып алып қой. Сол енді арамызда бүгін бар. Болат ағамыз осы кісі. Әркім тұрғанда өздеріңіз таныстырыңыздар. Мысалы, мен енді өзім есім елдің бәрі Серхан деп кеткен, бірақ недегі есімім Серқали. Соның кейін өзім Ақсу ауданы Қызылтаң деген жердемін. Қызылтаң деген жердемін, туып өскен жерім, Үлгілі деген ауыл бар, бардыңдар ғой Қасқарға. Сол жақ. Не 45 жыл болды Талдыронда тұрамын. Органда қызмет еткем, 17 жыл болды пенсиядамын. Жасым 62-де. Любите жаловать. Ал Бөке, өзіңіз енді. Ал, аға, біраз. Жігіттер, көп рахмет сізге. Осы басымыз қосылып, әйтеуір қыс бойы, жаз бойы әні-міні деп жүріп еді. Бүгін көпке шықтық. Бәрінде денсаулық тілеймін. Осы қуанышта кездесе берейік. Аман-есен болайық. Бұл барғанда қаншаларың майлансын. Денсаулық зор болсын. Олжалы болайық. Әмин. Ең жақсы көп рахмет сіздердің бәрін жұмыс істегендерге, асылы ұстағымыз бауырымызға. Бәрін етіп, малын іздеп, малын сойып, малын шашылып етіп, бәрін етіп жатқан осы кісі ғой. Осы кісі біздің арқамызда банға жатып қалды. Не жасаймыз деп бізге переживать етіп күтіп алды. Сол үшін сол біздің ауырмасын, денсаулығы мықты болсын, дәурені көтермесін, 120 жыл осыдан аман-сау болыңдар. Осы бәрімізді қуанышта келісе берейік. Неге? Ақтыққа барғанда осылай тоже бір ауыз болып жиналай берейік. Амин. Қасқыр бар, шакал бар. Сол olsun, давайте. Міне бүгін 11 май жігіттер Ақотаның ылғи аңшылардың жігіттері шығып жатыр, шығарып мына Көксудың бойы міне тамаша моншасына дейін демалатын орын. Енді қай уақытқа дейін үйде нете береміз. Мына ребрушка деген мына су болады. Қабырғаны? Иә, қабырғаны. Қабырғаның қазір пісірейік. Кеше соған қойдық қой. Иә? Семіз болды. Екеу сойдыңыз ба, біреу сойдық ба? Үшеу алып келгенбіз. Біреуін сойдық. Сіз таңдалатыныңыз жақсы екен. Қолдан бастап себеміз анда. Қолдан бастап бәріне себеміз. Енді, пожалуйста, алып келдім бәйтір. Ал енді бұны разложить надо. Бұлай. Аяқтың астына бәріне. Вот теперь аромат будет здесь. Аромат. Конкретно болады. İçine кіремізде қазір отырамыз бәріміз. И здесь балықтай боламыз да, и вот сюда вот. Міне лестница тұр. Осындайға бір шомыламыз. Қайта шығамыз да қайта кіреміз. Жанады қазір нормально. Табиғат қалай екен? Күшті керемет аға. Керемет пе? Әдемі жерде. Мен машине. Қай жылғы машинаңыз? 53 жылғы. 53? Мықты екен. 53 жылғы. Өзіңіз қай жылғысыз? Ау, Сіз қай жылғысыз? 52 мың. 53 жылғы машина. Кім қабырға жейді? Қолдарын көтеріңдер. Қабырға кім жейді? Баған бабылату. Баған бабылату. Ереке отырып жеп аш дейді. Мінекеңіз. Отырып жеңіз. Анда барып отырып жеңіз. Құрметті Жетісу қансонларының жігіттері,
мынау келген қадамдарың берекелі күн болсын. Арамызда отырған мына ақсақалдарымыз аман болсын. Қартаймай, қанша пенсияға шығып, қартайды 74-ін тастады да мылтығын тастамай жүр. Көрдіңіздер ме? Жұмыс тастады, мылтығын тастамай жүр. Осында адамдар көбейе берді арамызда. Сол мына жастарға айтайын деген жігіттер ауыз бірлікті болайық. Жанұяда ең бар байлық денсаулық дейді. Денсаулық жоқ болса ешкімге де керек емессің. Шын айту керек. Өзіңмен ауырыңмен басқа керек. Сондай бәледен аулақ жүрек. Ауырмай сыртқаны шапқылап жүре берек. Шамымыз келсе арасын жиілет. Қай бір көкке шығып бір шаш жейік десек, әрқашанда осындай Жұмабек ағамыз аман болсын ортамызда отырған. Жетіп келеміз, ештеңе жоқ. Мәселе бұл жерде жаңағы емес, ақша емес, бұл денсаулық. Денсаулық болса бәр жерде болады. Бәр жеріне барасыздар. Денсаулығың жоқ болса үйде отырасың. Ол әгі мына ойбай бір күндік немен мәселе қарымыз ашып келген жоқ. Бірімізге таныстырымызды, бірімізге білісіп, сұрасып, қай жерден осылай шаттан ғана сөйлейміз анамнау. Ендігі өткен мейрамдарымызбенен мына бағана туған жігіттер бар ғой. Кеше алдың күні Ерланның туған күні болды, Айдарбектің туған күні болды кеше. Туған күндерін құттықтаймын, ертең Алмастың туған күні өзіміздің жаңағы білесіздер ғой. Сондықтан да ауыз бірлікте сіз бізде сыйласып жүрейік. Енді мен мына просто сіздерге айтқан себебім мына бір енді бас қосайық деген ғой. Бірімізді көрейік, танысайық, тек қана шатпен сөйлесеміз анамды. Енді любой уақытта мен дайынмын, шашылып пісіп беріп тұрам. Сіздер аман болыңыздар, біз аман болайық. Әрқашанда өшіп жетісу қансонардың жігіттерін жоғары дәрежеде ұстап жүрейік. Ауыз бірлікте болайық. Ауырмайық, сырқамайық, сол. Айтайын деген. Ал енді мен өзімді таныстырып өтейін. Мен Сәбит атым, өзім туып өскен жерім Жансүгіров, Ақсу районы. Бірақ енді бір 10 жылдан асып кетті, Талдықорғанда тұрып жатырмын. Жаңағы Мырзабек, Мұхтар, Өтай, бәріміз сол бір охотникпіз, бәріміз бірге бригада болып жүргенбіз. Мына жігіттер біледі ғой, Қызылтаң жігіттері. Ал енді мына қансонар деп айтайық дедік қой жаңа. Мына қансонар чатына кіргеніне өте қуаныштымын. Енді менің ойымша енді мұнда осы қансонар чатының ең активистар ғана жүрме деп ойлаймын осы жерде. Енді бір какой-то бір жағдайлармен келе алмай қалғандар да бар шығар деп ойлаймын. Рауан бар. Активист енді, нағыз активистар осы. Жанай деген болшы еді, одан что-то көрді. Ал енді бәрлеріңізге денсаулық тілеймін. Мына праздник өтіп жатыр 9 май. Бәріміздің әкелеріміз соғысқа қатысқан шығар. Соның бәрі енді общий праздник қой. Енді бұлай орыстың празднигі дейді, енді бұлай шындап келгенде ол біздің де праздник деп ойлаймын. Өйткені менің де әкем соғысқа қатысты, например. Енді осы мына өткен празднигіміз құтты болсын. Мына енді осы жерде мына үлкендеріміз, міне Манарбек аға, міне Бөке, Тұрарбек аға, міне Су жағым менің. Осы мына үлкендер аман болсын. Біздің осы чатта тек қана сыйласымдық болсын. Үлкен кіші демей, просто бір-бірімізді үлкен деп сыйлап, кішіні кіші деп орнын тауып, бір-бірімізді орнымызбен жүрсек, бұл чат көпке барады. Әлі көпке барады. Ал енді дастарханымыз әрқашан осылай жайылып, той томалақ болсын, бәрлеріңізге денсаулық тілеймін, әсіресе мына үлкендерге денсаулық тілеймін. Енді осы мына жиынымыз құтты болып, осыны бір традицияға ауыстырайық бәріміз. Традиция болсын. Өйткені бұның бір жақсы жері жазда бәріміз демаламыз, охота жоқ, сезон тоқтайды. Сол кезде хоть бір общениямыз жоғалып кетпесін деп әйтеу бір-біріміздің жүзімізді көріп, түрімізді көріп, бір кішкене өткен кеткенді айтып, күліп ойнап, осындай бір уақыт өткізгенге не жетсін. Ал бәріміз сол үшін ал. Редакцияның бетінде кекілік жатыр, шын жатыр, қазан жатыр. Картошканы қашын салады? Мағаликем, жігіттер! Қалдарың қалай? О, керемет күшті демалыс жасап жатыр екенсіздер. Орталарыңыз толсын.
Байекке қойдым. Ал құрметті осы жердегі жиналып жатқан жігіттер, мына Қансонар азаматында чатта отырған жігіттер, барлығыңа тілейтінім жақсылық, қуаныш, зор денсаулық, мол бақыт. Енді мына бүгінгі отырысты былтырдан бері қарай негізі дайындалып жүрміз ғой. Жиналамыз, отырамыз, өстіп бас қосамыз, танысамыз деп. Енді мына ағаларымыздың арқасы Манарбек аға айқайлап тұрып шақырады ғой. Қайдасыңдар ей, ұрсат арасында. Неге, мынау оқып отыр, неге шықпайды, көріп отыр, неге кірмейді мыналар, неге бір жауап бермейді деп. Енді, о кісі енді еріккеннен емес қой. Осындай міне бас қосып, көңіл көтеріп, айбат бір жақсы жігіттер демалсын деп. Ана сақалдың ағына қарамай, шашылық пісіріп шапқылап жүр. Міне Тұрарбек ағамыз міне айғайлап төрде отырып, красавчик. Осы кісінің дауысын ести бастаған кезде қуана бастаймын. Бір керемет жақсы бір әңгіме айтады ау деп. Болат ағамыз міне 80-ге аяқ басса да міне 80-нің сеңгіріне келе жатыр ғой енді бұл кісі. Осылай жігіттер, бәріңе тілейтінім осы Болат ағамыздың жолын берсін. Осы кісінің жасында осылай шапқылап жүруді Алла нәсіп етсін. Бәрлеріміздің қанжығамыз әмсе майлы болып жортқанда жолымыз болсын, деніміз сау, отбасымызда береке бірлік болсын, бала-шағамыз аман болсын, үйдегі жаңа тылымыз аман болсын. Өсіп бізге дайындап артымыздан қошеметтеп шығарып салады. Айтор, қашанда болса жақсылық болсын жігіттер, аман болайық. Осындай отырысымыз, бас қосуымыз көп болсын, қанжығамыз майлы болсын. Жақсы жігіттер, рахмет. Құрметті Қансонар аңшы азаматтар, бүгін міне 11 май күні өзіміз көкке шығып, өзіміз мейрам ұйымдастырып отырмыз. Сол мейрам құтты болсын, басымыз аман болсын. Міне былтырдан бері армандап жүрген іс еді негізі. Өзіміз шығайық, өзіміз отырайық деп, Манарбек ағаның арқасы, үлкендердің арқасы міне чайық деп жігіттер жамыр болса да қоймай шықтық. Іске сәт, естіп осы неміз жалғаса берсін әрқашанда, алдыға баса берсін, үлкендеріміз бізге жол көрсетсін. Аман болыңыздар, біз жастар артынан қоштап жүрейік. Өйстіп жақсылықта, той-думанда кездесейік. Бақ заман дені сау болсын. Мына бүгін күн тамаша, нұр жауып тұр негізі. Маса жоқ, ештеңке жоқ. Давайте. Давайте сол үшін енді. Кездесу үшін бүгін енді басталуы ғой негізі. Алдыңғы жылы шакал қоладық, қасқыр қоладық. Осы бір отыратының қай келген жоқ. Именно бір өзі бір демалыс отыр. Демалыс сәтті өтсін жігіттер. Бәрі жақсылық. Ал құрметті ассалаумағалейкум, аға бауырлар. Мен атым Жеңісбек, әмлем Мәутай. Қандас бауырларыңыз. Атым Жеңісбек, өзім биыл таза 50-ге толдым. Бәрдеріңізден кіші мен қойдым, осы қарасам. Сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Телефонда танысамыз, сөйлесеміз, көп сөйлесе алмаймын өзіменде. Содан енді бүгін Манарбек ағаның ұйымдастыруыменен енді мыңның түсінбегенше бірдің атын біл деген енді қазақ ата-бабамыз айтқан. Бет көріп сіздермен танысып, араласып, танысып қайтайын деп арнаулы істеп отырып келген жайым осы енді. Қашанда осындай жиналысымыз қуанышқа жиналсын. Қуанышқа жиналып, қай уақытта тойда басқа судан Алла тағала нәсіп етсін. Рахмет сіздерге. Жақсы. Шынымен де кездесіп жүрміз ғой, неше жыл болды. Былтырдан бері неше шакалға шықтық, қасқырға шықтық. Қасқырға шыға алмаған мен. Осы бет жүздесіп көріскенімізге тамаша, танысқанымға қуаныштымын. Атым Сайлау, Талдықорғанда тұрамын, өзім негіз шығыстықым Күршім. Бауыры Күршім. Күршімден ие. Не бауыр? Елім Қаракерей тоже. Бауыр. Сон пенсионермін, пенсиядамын. Қандас. Военный. Қандаспыз. Алдас, қандас. Танысқаныма қуаныштымын. Осы басымыз әрдайым жақсылыққа қосылып, қанжығамыз майланып, сіздердің аттарыңыздан еріп, осы үлкен ағаларымыз аман болып, мына кісіге мыңда бір рахмет осы жерді бізге көрсетіп, беріп бізге шақырып, бәрлеріне тек қана денсаулық,
бірінші денсаулық. Өткенде ана Манарбек ағамыз ауырып қалғанда бәріміз шынымен де осы жерге шыға алмай қалдық қой. Иә. Даже осы кездесуіміз болмай қалуы да мүмкін болды ғой. Иә. Тамаша. Бағадан тоқтамай өзі отырмайтын кісі екен. Рахмет, мыңда бір рахмет. Пайда қойды ғой. жүріп тұрған дұрыс. Бәрлеріңізге денсаулық. Мәулене, су болдың ғой, кел бері. Бала шағаларыңыз аман болсын. Арттағы жүрген балаларымыз болашақтары зор болып, тек қана жақсылықта өмір сүру нәсіп етсін Алла. Құрметті ағалар, Қансонар группасының жігіттері, мен атым Ержан болады. Еңбек ауылынан туып өскен жер. Қазір 10 шақты жыл болды, Зарияда тұрамыз. 79 жылғы боламын. Негізі енді бүгінгі мақсат сіздермен келіп, жүзбе-жүз танысып, бір-бірімізді көріп дегендей. Аты соткамен, чатпен араласамыз, былай бір-бірімізді танымаймыз. Сол аманымыз дұрыс болсын, аспанымыз ашық болсын. Осылай жиі-жиі кездесіп, жиналып отырайық. Арқашында қанжылары майланып жүре берсін Ақботада. Келіп жатқан жігіттердің туған күндері құтты болсын. Денсаулықтары мықты болсын. Сіз бізде араласып жүре берейік. Енді құрметті қауым, Қансонар жігіттер бүгін жиналып жатқан өйстіп көкке шығып жатыр. Үлкен кісілерге бәріне рахмет. Осыны орналасып, не істеп бәрін орындайындап, осыны ұйымдастырып жатқан Манарбек ағамыз өзі бала сияқты әлі шауып жүр маңгалдың астында. Сендермен бәріңізбен көзбе-көз танысып жатық. Былай енді охотаға шығып жүріп, неге шығып жүр, ол жақта да көреміз. Көп адамдарды көзбен көрген жоқпыз. Ол жағы бір жағынан дұрыс. Енді не айтармын? Қай уақытта да дастарханымыз осындай адалдыққа, басымыз амандыққа. Иә, жүрген жерімізде қанжығаларымыз майланып жүре берсін. Жаңа үлкен адамдардың айтып жатқанда бәріне өзім қосылам. Өзім негізі Батыс Қазақстандікімін, туып өскен жерім Кіші Жүз. 12 аталы байыл ішінде Тоқпас Алашамын. 97-тен бері осы Талдықорғандамын. Әскерге келіп 22-де пенсияға шыққам. Қазір пенсияда. Ары қарай жұмыс жалғастырып жатыр. Басымыз аман, денсаулықта жинала берген. Бәріңізге рахмет. Ал енді ағалар, сіздермен танысып жатқанға қуаныштымын. Осындай қуаныш көп болсын. Ең бастысы басымыз аман, деніміз сау болсын. Сіздер осындай сыйлап Манарбек аға, Тұрабек аға шауып жатыр жасына қармай. Көп рахмет міне. Осындай қуанышты көп болсын, той көп болсын. Басымыз аман, деніміз сау болсын, дейміз. Үлкендерге кеттік тағы. Ана шөпті ескеріп тұрады деп қалып. Ең үлкен арамызда кім? Ол аға. Бас алдымен қарап күндер, алдымен Той жігіттер, бүгін осылай күндерде жиналып қаптық. Осындай демалысқа бәріміз аман есен болайық. Қанжығаларымыз майлансын, денсаулығы мықты болсын. Құдай қолдасын, қыдыр болсын, қолдасын. Бастарыңызға бақ берсін, не берсін, нақ берсін. Қыдыр, сыртта жүрген қыдырды үйлеріңе ап берсін. Қарындарың тоқ болсын, қайырларың жоқ болсын. Шындырген үйлерінде жас балалардың дауыстары көп болсын. Үйлеріңе жан сыртына мал болсын. Еліміз аман, жұртымыз болсын, ішкентамыз ас болсын. Сүрбек болған жөріне. Ана, кім еттен не әлгі? Vay rahmet. Қалге бұл? Сән болып. Ой, керемет. Ой, шерққанын. Естімені көрмеген елдігі болсын. Ал құрметті Қансонар шатында қанша азаматтар, бүгін міне басымыз қосылып 11 мамыр күні 26 жылы бір-бірімізбен жүздесіп, беттесіп танысып жатырмыз. Бәрімізге зор денсаулық тілеймін. Біріншіден дендеріміз сау болсын, ауыз білікті болайық. Мына Қансонардың чатын ашқаннан кейін Мырзабек бауырымызға рахмет. Міне басымызды біріктіріп, бәріміз бір үйдің баласына болып, ары қарай осылай ойналып, жалғастырып жүре берейік жігіттер. Ақтауға аңшылыққа шыққанда қанжығаларым әрдайым майланып тұрсын. Осылай ойын күлкі көп болсын. Амин. Бүгінгі сірне
Сірне көкке шыққандағы жігіттерге. Бәріміз жиналып қырғауыл жатыр ішінде. Келдер ауыз тиеміз, кел. Кім? Кто на той стороне экрана? Добро пожаловать. Добро пожаловать. Андағын апарып қойды. Мадыин Казахстан дейді. Андағын апарып қойды. Ар жағын табағын көрсінші. Босы мынаны сала салайық. Бір уақыт күйіп кетті жаңағы. Құрметті қансонар азаматтары, бүгін енді міне Мәкеңе рахмет. Осы қайда барсақ та қасқырға, шакалға әйтеуір шығып атады. Тәртіп бұзсаң неден кетесің? Осындай ауызбіршілік көп болсын. Енді арамыз бұл қазір 25 адамбыз ба, бұдан да көбейсін. Енді көбі жұмысы болды, анаусы болды, мынаусы болды, келемей қалды. Әйтпесе барып жүрген жігіттер бар. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Аман болыңыздар, ең керегі денсаулық. Алла тағала денсаулықпен сынамасын. Бала шағаларың аман болсын, әрқайсының немере сүйгендер шөбере сүйді нәсіп етсін. Қалғандарына немере сүйді нәсіп етсін. Жастарыңыз жүзге келсін. Қайырлы қылып таң берсін, жұғымды қылып нан берсін. Жанашыр қылып жан берсін, істеріңе сәт берсін, бастарыңа бақ берсін. Қырда жүрген қыдырды үйлеріңе алып келсін. Құрдас екен, мен құрдас екен. 2003-те Қытайдан келдім. Содан бері осы жерде сонда қапалда. Ол қапалдан өттім, осында көк суға мұқырға келгел 4 жыл болды. Сонымен мұны арадарыңызға қосылып өздеріңіздің қанаттарыңыздың астында осындай берекенің арқасында осындай жерде отырмыз. Барыңызға көп рахмет. Қанаттарыңыздың астына алып жатқандарыңызға. Біріншіден. Екіншіден енді өзімізден үлкен ағаларымыз бар. Солардан үйреніп кішенілерге атымыздан ертіп дегендей. Осындай бір берекелі бір группа болғаннан кейін отырмыз осы жерде. Барлықтарыңызға денсаулық берсін, жақсылық берсін, отбасыларыңыз аман болсын. Осындай мына қансонарда тез-тез өстіп бас қосып тұруды Алла нәсіп қылсын. Аман болыңыздар. Ал енді құрметті үлкенді кішілер. Өзің қай жылғысың? Мен 68-мін. Үлкендеріміз енді 75 жас болса, орта жас біз енді кішілер отыр ғой енді. Былай қарасаңыз, бір отбасының адамы сияқтымыз. Бірінші байлық денсаулық болса, екінші байлық сыйласым дейді ме? Иә, сыйласып, осы қанша болды сіздердің орталарыңызға келген? Содан бері енді мына қансонар группасы дамып келе жатыр. Енді бұл бөлгенімізде біраз болып қалды. Ал енді не айтам? Бәрлеріңізге денсаулық деймін. Бірінші байлық денсаулық, деніміз сау болсын, еліміз аман болсын. Үлкендеріміз ортамызда ойнап күліп шапқылап жүре берсін. Не айтам енді? Былайша айтқанда біздің ауыл ғой, біздің район болғаннан кейін біздің ауыл. Мен осы жақта туып өскенмін өзім. Бала 9-шы сыныптан бастап әлгі қазір қазақша айтқан сынып қой, содан бері аңшылықпен айналысамын. Өзім тұқымда жаңғыз аңшымын мен. Мен семьяда 7-шімін өзім. Менің атам аңшы болған екен, әкем аңшы емес. Қалғандар бауырларым, әпкелерім аңшы емес қайсы. Жаңғыз аңшы болып қалған ғой. Общий семьяда қанша адам? 7-мін, мен 7-шімін, мен кенжесімін. Ал не айтам, қауіпсіз болыңыздар, аман болыңыздар, дастарханымыз өсін, әрдайым жақсылыққа жайылсын. Сіз бізіміз бітпесін. Міне келіп отырмын, өте қуаныштымын. Өйткені мен сіздерді көшеден, базардан бір жерден көрсем, мысалы, бір-бірімізді өтіп кетеміз, ертең тоқтайға, бәсеке, бәке, кәке асық алмайтын деп амандасып жатсақ, оның өзі ғанибет қой енді. Көргеннің өзінде ертең танымай қаламыз. Ал енді рахмет. Еліміз сау болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, группамыз дами берсін. Ал енді құрметті осы ағайындар мына отырған бауырым арқылы мені таныс нетіп отырмын. Мына жігіттермен таныстым әнегінен. Енді көп жігіттермен танысып отырмын. Бағанадан бері жақсы тілектер айтыңдар, естіп отырмын. Құдайдың құлағына шалынсын. Осы бала шағасырап отырмыз. Бала шағамыз бәрі аман болсын. Бірінші денсаулық дейді ғой. Денсаулығымыз зор болсын. Осы бағанадан бері ұйымдастырып отырып жиналып отырсыңдар, жинала беріңдер атым. Ол жақсы. Бір-бірін танысың болған жақсы ғой. Москваға сен басын таныс болсаң күтіп алады. Сол сияқты
өсіп жүре беріңдер. Әр үйде дастархан мол болсын, қайғымыз жоқ болып, мол дастарханда қуанышта отыра берейік. Амин. Айтқаныңыз келсін. Рахмет сізге. Ал, құрметті аңшылар, бүгін мереке болып жатыр өстіп, бәріміздің басымыз қосылып, барлықтарымыз өстіп ауызбіршілігіміз ұзара берсін, көбейе берсін, үлкен кісілеріміз аман болсын. Бізге маяк сияқты алдымызда жол көрсетіп отырып, біз арттарынан іздеріңізді басып жүре берейік. Жүз жасаңыздар, бәрлеріңіз аңшыларсыздар, әрқашан жолдарыңыз ашық болып, қанжығаларыңыз майланып тұрсын. Өстіп тек қана осындай күлкі, той, қуанышта ғана кездесіп отырайық. Өстіп дастарханымыз осы чатымызбен, аңшылармен толы болсын, қатарымыз көбейе берсін. Бар жақсылықты тілеймін. Рахмет барлықтарыңызға. Бүгін енді бізде бір жақсы праздник болып жатырмыз. Мына өзіміз бәріміз жиналып, осы чатта қашандан бері айтып жатырмыз, осы шүйіркөлесіп сөйлескенге адамға не жетсін WhatsApp-тан көріп сөйлесіп отырғанға деп сөйлеп жатырмыз. Енді бұлайынан бәріміз көріп, тамағымызды бірге жасап, үлкен ағаларымызды дастарханға отырғызып, енді дастарханда осы 70-80-ге келген адам дастарханымыздың басында отыра берсін, охотник болып. Амин. Солардың жасын берсін. Соның артынан біз жүгіріп жүре берейік. Бәрі денсаулық болсын. Мына жиналып жатқан неміз енді ұзағынан сүйіндірсін, осы отырысымыз. Өстіп шәші жиналып отырайық. Үлкен ағалардың алдынан бізге өстіп жол көрсетіп өстіп. Манарбекке көп рахмет. Көп шапқылап өтір. Байынсыз жатса да шығып ап, ұйымдастырып бәрін енетіп жатқанына. Сізге рахмет Манарбекке. Сол ауырмайық, сырқамайық, өсіп күліп ойнап, шапқылап жүре берейік. Жетісу Қарсонар жігіттері, неге басымыз қосылып көкке шығып жатырмыз. Береке бірлік болсын. Үстіп езуімізден күлкі кетпей, осындай мол дастарханда басымыз бірге берсін. Мінеке енді осыны қолға алып, жас балаша жүгіріп жатқан мына үлкен кісілерімізге, Манарбек ағаға, Тұрарбек ағаға, тағы ат салысып жатқан жігіттердің бәріне рахмет. Сірне шашылығымыз сән, тәтті болды. Енді үстіп аңда да басымыз бірігіп үстіп қосыла берсін. Қанжығамыз майлана берсін. Амин. Денсаулықта болайық. Береке бірлікте болайық. Самый главный ауызбіршілік қой. Ауызбіршілік. Міне Сәкенге де рахмет. Бүгін енді кел алмайым деп келіп жатыр ғой жігіттер. Молодец. Тағы да қалған жігіттеріміз келсін, үстіп басымызды қосайық. Манарбек ағаны да айтам да, шыдай алмай қойы, доғдырдан да шығып келіп, үстіп келіп жатқанын. Қашып кеткен сияқты ғой. Больницада. Бәрінен де керек денсаулыққа ауырмаңдар енді. Алла шипасын беріп жазылып кетіңдер. Шаққылап жүре берейік үстір. Масқара ағашы, қайыл. Қазір мен қолымды қойып көрсетейінші камераға. Көрінбей тұр. Мынаны қараңыздар. Менің қолым кішкентай мына ағаштың қасында. Жақсы қаншада екен, а? Керемет. Мынандай. Жүк ағамыздың банясы деген. Мынандай. Черная баня, сакская баня. Өзен деген мынау міне. Мөлдір. Рахмет жігіттер бәріңе. Бөстірме дайындап жатырмыз жігіттерге. Бүгін демалысқа бөстірмесін жесін деп міне. Бөстірме деген? Бөстірме деген бауырменен кішмайға оратылып нетілген. Ішінде 1 грамм жаңа несі жоқ.
сүйек ешқандай жоқ. Аузын ашасың да жей бересің. Жұта бересің. Болат аға, кет қалмайсыз, болды, бөтірме дайын. Отыр, міне, кет. Түспесін, маныры, бір түспесін. Алып қойын біреуін бұлай қарай қойын. Енді сол ғой. Так, мынау бөстірме деген бәле екен. Біреу жерде ме? Бірінші рет көріп тұрмыз, енді міне Манарбек ағамыз енді шашты сірнені қойып енді бөстірмеге кірісті. Бөскен адам үстіне жесе тіпті бөсен шығар. Мынаны жеген адам да бар, жемеген адам да бар. Мұқтар өз мұқтар. Жегендер де бөсет, жемегендер де бөсет. Жігіттер, кендер. Мәулен. Макс келі ғой. Ой, мынаны таза бөсесің. Он самый результативный. Түскен олардың жейтін бәрінен құрт көбелек суға түскен. Ана мушкасында сондай бар. Бетінде жүреді. А біз көлде ұстап үйренген. Приколка тастай саламыз пахну. Әртүрлі балық бар. Құда қашып кеткенім. Тұрмай жоқта кезінде. Қойға барам, қой бағам деп кетіп қалам ғой. Үйге барғанда бір-ақ таяқ жейсің. Мен үйге барғанда Міне мынау фарел. Ой, жар, кемейді. Уха. Чипсы сияқты болады. Тәтір массаж деп жазып тұр. А то басқа админдар қосып жөнмесін, чатқа дейсің. чатқа қосып келген Қайттым. Давай. Берме. Кімет, береке, давай. Жақсы, рахмет. Жоғыңыз болсын. Видеоны күтеміз ғой, группада да? Шығады. Рахмет. Мен бәріне пока деп көрсетіп тұрайын. Ақырын жинап жатыр кісілер. Мен шындап қойсын. Жақсылықта, қойды келсек. Рахмет. Давай, жігіттер. Все, жақсы. Осымен біздің жиын бітті. Енді үйімізге қайтып барамыз. Видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Қазақтың тойы бітпесін. Өте керемет отырыс болды. Видеоны аяғына шейін көргендеріңіз үшін рахмет. Қазақтың тойы бітпесін деп бір лайк басып қойыңыздар. Аңшылықта, жақсылықта кездесейік. Сау саламат болыңыздар.